Достар, Ахмет Жұбанов туралы 6 дерек. Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1906 жылы Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ол қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп тануда, жорып түсіндіруде және жүйелеп насихаттауда жаңа сапалы биіктен көрініп, кезеңдік мәні бар қажыр қайрат көрсеткен тұлға. 1940 жылы Ахмет Жұбанов басшылығымен ұйымдастырылған ғылыми экспедиция 80 жылдарға дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 мыңдай ән, күй нұсқаларын жинаған. Екінші дерек. Ахмет Жұбанов қазақ халқының қазіргі заманғы кәсіби музыкасының негізін қалаған аға буын композиторларының бірі. Ол халық күйлерін оркестрге лайықтап нотаға түсірді және қазақ музыкасын күрделі аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Олар тәжік биі, қазақ билері, Төлеген Тоқтаров, ария, Абай сюитасы. Үшінші дерек. 1934 жылы Ахмет Жұбанов алғаш 11 адамнан құралған домбырашылар ансамблі негізінде Қазақ ұлттық халық оркестрін ұйымдастырды. Осы ұжымның тұңғыш дирижер ретінде көптеген халық композиторларының музыка туындыларын оркестрге лайықтап нотаға түсірген. 1936 жылы «Музыка әліппесі» атты тырнақалды кітапшасы жарық көрген. Төртінші дерек. Жасынан музыка өнеріне ерекше бейімділігін байқатып, домбыра, скрипка аспаптарында ойнауды меңгереді. Жас кезінде ауылдасы Талым күйшіден, ағасы Құдайбергеннен, әкесі Қуаннан тәлім алып, музыка өнеріне ден қояды. Бесінші дерек. Ахмет Жұбановтың қазақ халқының ұлы күйшілері Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек, Тәттімбет, Қазанғап туралы жазған монографиялық ғылыми зерттеу еңбектері қазақ музыкасының ғылыми тарихын жасауға қосқан қомақты үлесі болды. Алтыншы дерек. Алматы қаласының көшелерінің біріне және республикалық музыкалық мектеп-интернатқа Жұбанов есімі берілді. Ақтөбедегі музыкалық колледжі көшелер Жұбанов есімінде. Өзі ұзақ жыл тұрған үйдің қабырғасында ескерткіш тақта орнатылған.